Тізе буыны, артикуляция генус. Буынды құраушы сүйектердің санына қарай күрделі буынға және кешенді буынға жатады. Буын беттеріне келетін болсақ, буын басы ортан жіліктің медиальды және де латеральды айдаршықтарынан құралады. Буын ойысы тобық сүйегінің буын қуысына қараған бетінен алады. Медиальды және де латеральды менискілер болады. Олардың сыртқы пішіні жарты ай тәрізденіп келеді және көлденең кесіндісінде үшбұрыш тәрізденіп келген. Латеральды менискі медиальды менискіге қарағанда қалыңдау орналасады. Және де екі менискі алдыңғы жағында лигаментум трансверсум генус тізенің көлденең байламымен, ал ұштары эминенция интеркондилярис арқылы бекемделген болып саналады. Буынның байламдарына келетін болсақ, негізінен ішкі байламдары және де сыртқы байламдары деп бөлінеді. Ішкі байламдары біріншісі алдыңғы крест тәрізді байлам, лигаментум круциатум антериор. Бұл латеральды айдаршықтың ішкі бетінен бастау алатын болып саналады және төмен қарай бағытталып асықты жіліктің ария интеркондилярис антериор алдыңғы айдаршық аралық алаңға барып бекиді. Және де артқы крест тәрізді байлам лигаментум круциатум постериора. Бұл медиальды айдаршықтың латеральды бетінен бастау алып, төмен қарай бағытталып, ария интеркондилярис постериор артқы айдаршық аралық алаңға барып бекиді. Бұл екі байламның негізгі қызметтері тізе буынының буын беттерін бірдей қашықтықта ұстау болып саналады. Ендігі сыртқы байламдарына келейік. Асықты жіліктің коллатеральды байламы лигаментум коллатерали фибуляри. Бұл ортан жіліктің латеральды айдаршық үстілік өсіндісінен бастау алады және де төмен қарай бағытталып, асықты жілік шыбығының басына барып бекиді. Негізінен жұқа 5 мм-дей дәнекер тінінен құралған байлам болып саналады. Негізгі қызметі тізе буынының медиальды қапталын жауып орналасады. Келесі, асықты жіліктің коллатеральды байламы лигаментум коллатерали тибиали. Бұл эпикондилис медиали, яғни медиальды айдаршық үстілік өсіндіден бастау алатын болып саналады және төмен қарай бағытталып, асықты жіліктің медиальды айдаршығына барып бекитін болып саналады. Бұл бізде қалыңдау келген фиброзды дәнекер тінінен құралатын байлам болып саналады, яғни оның қалыңдығы 10 мм-ді құрайды. Негізгі қызметі буынның медиальды қапталын жауып орналасу. Келесі, тізе буынның қиғаш байламы. Бұл тізе буынның артқы бетінде орналасқан байлам болып саналады. Яғни латынша атауы лигаментум поплитеум обликуум. Бұл мускулюс семимембранозус, яғни санның жартылай жарғақты бұлшық етінің тікелей жалғасы болып саналады. Бұл байламның басталатын жері медиальды асықты жіліктің медиальды айдаршығынан бастау алып, қиғаш бағытта өтеді және де ортан жіліктің латеральды айдаршығына барып бекитін болып саналады. Өз кезегінде дәл осы байлам пес анцерина профунда, қаздың терең аяқшасын түзетін болып саналады. Келесі байлам тізе буынның доға тәрізді байламы лигаментум поплитеум аркуатум. Бұл тізе буынның қиғаш байламының тікелей жалғасы болып саналады. Асықты жілік шыбығы басының артқы бетінен бастау алатын болып саналады және жоғары қарай бағытталып доға тәрізді иіледі және асықты жілік сүйегінің артқы бетіне барып бекитін болып саналады. Сонымен қатар
Дәл осы байламдардан басқа тізе буынының алдыңғы беті санның 4 басты бұлшық еті мускулюс квадрицепс фемористің сіңіршелері арқылы бекітілетін болып саналады. Соның ішіндегі тізе тобығының байламы лигаментум поплитеум. Бұл біздегі тізе тобығының ұшымен асықты жіліктің бұдыры тубероситас тибияның аралығында орналасатын байлам болып саналады. Одан кейінгі сіңірше бұл ретинакулум пателла медиали деп аталады, яғни тізе тобығының медиальды сіңіршесі. Ол санның 4 басты бұлшық етінің медиальды басы сіңірінің тікелей жалғасы болып саналады, және де бұл бізде тізе буынының медиальды қапталын жауып асықты жіліктің бұдырына барып бекетін болып саналады. Келесі бұл біздегі тізе тобығының латеральды жалпақ сіңіршесі болып табылады. Бұл сіңірше мускулюс вастус латералис санның жалпақ латеральды бұлшық етінің сіңірінің тікелей жалғасы болып саналады, және де тізе буынның латеральды қапталын жабады. Бұл да тубероситас тибияға барып бекетін болып саналады. Дәл осындай сіңіршелермен қоса бізде бурса синовиалис тізе буынында синовиальды қатпарлар болады. Негізінен синовиальды қалталарға 3 қалтаны ажыратамыз. Тобық үстілік қалта бурса супрапателярис. Бұл біздегі ортан жіліктің дистальды ұшы, және де тізе тобығының жоғарғы бөлігінен, және де санның 4 басты бұлшық етінің сіңірлерінің аралығында орналасатын қалта болып саналады. Одан кейінгі қалта бұл тобық астылық қалта бурса инфрапателярис деп аталады. Бұл тобық байламы, яғни лигаментум пателла және асықты жіліктің аралығында орналасатын қалта болады. Одан кейінгі тері астылық қалта бурса препателярис деп аталады. Бұл тобық пен терінің аралығында орналасатын қалта. Буын пішіні негізінен айдаршықты буынға жатады. Қозғалыстың бағыты бойынша 140-150 градуста бүгіледі, жазылады, және де вертикальды білік бойынша ішке қарай және сыртқа қарай бұрылады.